Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 36-шы қара сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадис шарифінде айтыпты: "Мән ла хахун ва ла иманун лаху", деп, яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты, жас бала сөз айтудан ұялған секілді. Жақсы адамның алдына жазықсыз-ақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Бұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болады, енді мұның өзі не болады дегендей бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қысартып кетеді. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігінді ішінен өз мойныңа салып сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзе түспейді, көңілге ойда түспейді, көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың, көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды да, ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар дейді. Я болмаса, жә, оған мен аяқ ұятты болайын, сен өзің де сөйтіп пе едің дейді. Немесе пәленше де түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, менікі оның қасында несі сөз пәлендей, түгендей мәнісі бар емес пе еді, деп ұялтамын десең, жап-жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.